Даланың еркін желі ескен сайын көкірегінде бір сағыныш оянады. Бірақ ол еркіндіктің қадірін кім біледі? Кейде тағдыр адамды өз еркінен тыс біреудің қолжаулығына, қол баласына айналдырып қоятыны өкінішті-ақ. Ақсу-маңын мекен еткен Солтанайдан туған үш ұрпақ. Бұл мекенде әділдіктен қанып басып, ұрылық пен арамдық мұра болған мекен. Бұл көз барлығына куә. Ол жалғыз еді. Оның қаруы сөз, сауыты ар еді. Ол ұрлық қылма деді. Ол әділ бол деді. Сонысы үшін оны жек көрді. 32 мүшел жас, оқшау біткен жалғыз ер. Ол жаман түс көріп сәуегеге келді. Құмалақша. Шырағым, сақ бол. Ол баланың көрген түсі тегін еместі. Оны жек көретін қаскөйлер көзін құртайық десті. Сол күні ол алғаш рет жоқ деді. Өмірінде бірінші рет басын көтеріп, иесінің көзіне тура қарады. Қол балаға тұзақ құрылды. Көптің ішіндегі жалғыз шындық құмға айналды. Құм уақыт, құм өлім, құм шындықты жасырушы. Отыз екі жас, 32 ақ жыл. Сіз артыңызда қандай мұра қалдырасыз? Ұрлық па? Әлде ұждан ба? Сіздің ішіңізде қолбала тірі ме? Қолбала поэмасы. Ұрлық түбі қорлық. Бүгін оқыңыз. Ертең кеш болуы мүмкін.